Кіші академиктер. Академиктерін сайлап болған соң кезек корреспондент мүшелерге келді. Оларды кіші академиктер деп атайды. Олардың алғашқы құрамы 8 ғалымнан құралды. Біріншісі Арап Ғаббасов. Оған 1945 жылы докторлық қорғатып, академияның кор мүшелігіне сайлады. Ол шөл игеру институтының директоры болды. Арап Ғаббасов әйгілі Халел Ғаббасовтың туған інісі. Халел Ленинмен сөйлесіп, Қазақстанның солтүстік өңірінің шекарасын бекіткен мықтының бірі. Біздің пайымша, Қаныш осы институтқа ерекше үміт артқан. Қазақ даласының 70% шөлейт аймаққа жатады. Бұл аймақты ғылымның күшімен игермесең, өздігінен жасыл желекке айналмайды. Маңызды институтқа Алаштың рухы бар ғалымды әкелуі де тегін емес. Оған шөлейт өңірді орманмен жайқалтып қоймаса да, мал жайып, ел қонуға жарайтындай ету тапсырылған. Дұшпандар Арапқа жұмыс істетпеді. Алаш ордашы Халел Ғаббасовтың інісін жұмысқа алды деп Қаныштың үстінен арыз жазды. 1951 жылы Қаныш қуғынға ұшырап, қызметінен алынғанда Арап та жұмыссыз қалды. Академияның жаңа президенті шөл игеру институтын жауып тастады. Бұдан кейін Арал теңізі тартылып, шөлейт дала жайыла берді. Назарбаев академияны таратқан соң шөл басқан ауыл аймақ тіптен қаптап кетті. Құмды тоқтатудың тілін білетін институт та жоқ, маман да қалмаған еді. Ал Өзбекстан Арал теңізінің табанына сексеуілдің 1000 миллион көшетін отырғызып, шөлмен арпалысып жатыр. Кәрім Мыңбаев та кіші академик болып сайланды. Кәрім қазақ даласындағы өсімдіктерден неше алуан экологиялық зиянсыз материал алуға болады деп жаңалық ашқан. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Совет одағының резина жасайтын зауыты жау қолында қалады. Осы мұқтаждықтың орнын Кәрім Мыңбаев толтырған деседі. Профессор Асқар Тоқпановтың мынадай естелігі бар. 1941 жылы резина сияқты материалға қажеттілік күрт артады. Оның құпиясын Кәрім Мыңбаев біледі. Оны Сталиннің кабинетіне шақырады. Оған каучук өнімдерді тапсырады. Кәрім елге келген соң оңтүстіктегі Мақтарал, Киров, Қызылқұм ауданына өндіріс ошағын жасап, көксағыз өсіреді. Көксағыздан каучук жасап, майданға қажетті резинаны тауып береді. Кәрім резинадан бөлек әскерге қажетті сабын мен синтетикалық бояғыштарды да алмастыратын өсімдіктер тапты. Жабайы өсімдіктерді жинастырып, олардан дәрі, витамин, азық алуға болатынын зерттеді. Ол тіпті Арап Ғаббасовпен бірге биология саласына қатысты 4 ғылыми зерттеу институтын, 8 тәжірибе станциясын, 13 тәжірибе алаңын ұйымдастырды. Ғылыми тақырыптық зерттеу жұмысын жүргізді. Оның да арманы Жезқазғанның жылмиып жатқан бетпақ даласын игеру. Сол үшін Карлакта жатқан сауатты тұтқындарды осы жобаға тартады. Тіпті лагерде жатқан Зайцев пен Кузьмин есімді 2 биолог ғалымды босатып алады. Кузьмин кейін академик атанады. Карлактың ғылыми жұмыстар жөніндегі орынбасары Смирнов тұтқындардан экспедиция жасақтап, бетпақ далада 2 жыл үзбей жұмыс жасайды. Бұл жобаға Уфадан Ахмет Сафин есімді геолог қатысып, барлау нәтижесінде 70-тен аса тұщы су көздерін табады. Жоба бітуге 2 жыл қалғанда Кәрім ұшақ апатынан опат болды. 1950 жылы бұл жобаның қорытынды есебі берілді. Нәтижесі өте жақсы. Өкініштісі СССР мен ақш арасында қырғиқабақ соғыс өршіді де Кремль бұл даланы қару сынайтын полигонға айналдырып жіберді. Талантты ғалымның мезгілсіз өліміне байланысты күмән да жоқ емес. Ол жайлы Сәбит Мұханов мынадай дерек қалдырған. Бір күні Ғабит Мүсірепов телефон шалып, кешке қонаққа шақырды. Барсам, Кәрім отыр. Ол арғы күні Мәскеуге Лисенконың 50 жылдық мерейтойына ұшпақшы екен. Мен Кәрімнен Мәскеудегі ұлдарыма сәлемдеме әкетуді өтіндім. Ол келісті. Әуежайға таң атпай бардым. Кәрім ұшаққа мінген соң тысқа қайта шықты. Ұлы Темірді тағы да құшақтап көтеріп, құшырлана сүйді. Мұның не сонша бала жансып дедім. Кім біледі, бәлкім соңғы сүйім шығар деді ол. Айтпа жаман сұмдықты дедім мен. Ертеңіне сол самолет Балқаштан шыға беріп, 15 минуттен соң апатқа ұшырады. Қазақ ауыл шаруашылығы Кәрім Мыңбаев бастаған 24 ірі ғалымынан айырылды. Бір қызығы, дәл осы рейспен сол күні Бауыржан Момышұлы да ұшуы керек болған.
Бірақ оның баласы ауырып қалады да Алматыда қалуға мәжбүр болады. Осылайша Баукең бір ажалдан аман қалады. Қаныш ресейлік топырақтанушы ғалым Бессоновты шақырып, оны көрмүше етеді. Сөйтіп топырақтану институтының директоры етіп бекітеді. Армяндық Аветисянды көрмүше етіп сайлайды. Ол академиядағы түрлі түсті металл лабораториясын басқарады. Ресейлік Удинцевті шақырып көрмүше етеді. Ол өлкелік патология ғылым зерттеу институтының директоры болады. Бричкин деген геолог ғалым соғыстан соң Алматыда қалды. Ол да көрмүше болып, Тау-Кен институтында жұмыс істейді. Ғылымның бұл түрі қазақ жастары үшін алабөтен көрінген. Сол үшін де оның ұлттық кадрлері табылмайды. Бұл саланың ғалымдарын Қаныш аттай қалап алыс аймақтан алдырады. Ондағы мақсат өзге елдің ғалымдарының бойындағы ғылым мен өнерді жас қазақ ғалымдарының бойына көшіріп алу. Себебі мұндай шетелдік ғалымдардың көбі уақытша мерзімге келеді. Оның бір мысалы мынадай. Қаныш ресейлік зоолог ғалым Боголюбскийді шақырып, көрмүше етіп, мұнда 2 жыл жұмыс істеуге көндіреді. Сөйтіп оның көмегімен Алматыдан эксперименталдық биология институтын ашып алады. Кейін бұл институттың директоры етіп Найля Базанованы бекітеді. Найля да 1945 жылы доктор атағын алып, академия құрылғанда көрмүше болады. Оған да докторлық диссертацияны тезірек қорғауға септескен Қаныш еді. Себебі Боголюбскийдің мерзімді уақыты таяп келе жатқан. Ол жайлы Базанованың мынадай естелігі бар. 1944 жылдың бас кезінде Қаныш аға мені өзіне шақырып алды. Мәскеуге докторантураға академик Лина Штернге баруды ұсынды. Бірақ мен соғыс кезінде кішкентай қызымды көтеріп, докторантураға бару үлкен қиындық келтірген соң бұл ұсынысты қабылдай алмадым. Бірақ сонда да қоймай, жаз айында мені шақырып, докторлық диссертация жаз деп тапсырды. Профессор Александр Полосухин деген ғалымды маған ғылыми кеңесші етіп тауып қойыпты. Қаныштың тікелей қатысуыменен СССР ғылым академиясы жанында 25 адамнан тұратын докторантура ұйымдастырылды. 1945 жылы 22 қарашада мен докторлық диссертациямды сәтті қорғап шықтым. Оған Қаныш аға қатысып қолдау білдірді. Мәжіліс аяқтала бергенде ғылым докторы болған тұңғыш қазақ қызын құттықтаймын деп сөйледі. Кейін 1948 жылы академиядағы эксперименттік биология институтының директоры етіп тағайындады. Фараби тану бастауы. Кіші академик аталған ғалымның бірі Ақжан Машани. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде Совет одағындағы жалғыз сынап кені Никитовка немістердің қолына өтіп кетеді. Соғысқа сынап керек, онымен пистон жасайтын. Пистон болмаса мылтық атылмайды. Қаныш Ақжанды шақырып, табиғи қасиеті бойынша сынап сүрме деген металмен бірге жүру керек. Мен Ақмола, Торғай жерін аралағанда сүрме металын көргенім бар. Сен сол жерді аралап, сынап іздеп кел деп тапсырады. Ақжан Ақмола, Торғай өңіріндегі сүрме кен көздерінен сынап тауып, тапсырманы орындайды. Артынша соғысқа қорғасын қажет болады. Ол Шығыс Қазақстандағы Риддер кенішінде бар еді. Бірақ бір жаманы, кенді қазғанда шахталардың сабауы қисайып құлап қала береді. Ал соғыс жағдайында кенді жылдам қазу керек. Бұл мәселені шешуді Қаныш Ақжанға тапсырды. Ол Риддерге келіп, шахта қазу ісін зерттейді. Сөйтіп жердің геологиялық құрылысына байланысты өлшемдерді жасап, шахта қазады. Расымен де ғылыми зерттеуден соң шахталар құламайтын болды. Кейін Ақжанның бұл әдісі геомеханика, геометрия недр деп аталып кетті. Совет одағында қандай да бір кен қазылатын болса, осы тәсілге жүгінетін болды. Кейін Ақжан Әл-Фарабидің ілімін зерттеумен айналысты. Оған түрткі болған мынадай бір жағдай еді. 1942 жылы Мәскеуден эвакуациямен чех ғалымы Эрнест Кольман келеді. Ол Қанышпен жолығып, академияда Орта Азиядан шыққан ғұламалар жайлы лекция оқиды. Лекциясының тақырыбы «Великое достижение среднеазиатской культуры и как фашизм тужится их себе присвоить» деп аталады. Онда Кольман Бруни, Әл-Хорезми, Әл-Фараби, Әл-Жаухари, Әл-Бруни, Ибн Сина, Әл-Ферғани, Омар Хайям, Ұлықбек жайлы айтады. Ал фашизм деген атауы коммунистерді алдау үшін жасалған жапсырма сияқты. Кітабының ішінде Абай мен Жамбылдың да өлеңдері бар. Қаныш осы лекцияны құрап кітап етіп бастырады. Ақжан алғаш рет чех ғалымынан Фараби жайлы естіді.
Оның отырарда туғанын білгенде таң қалды. Содан ізденісі басталады. Қазақстанның анықтама әдебиетін қарап, Фарабидің есімін таппайды. Өзбекстанның энциклопедиясында да жоқ екен. Тек Мәскеу мен Ленинградқа барған бір сапарында Әл-Фараби араб ғалымы деген ақпаратқа жолығады. Туған жылы 870, дүниеден өткен жылы 950 жыл деп көрсетіліпті. Бірақ бұл ақпаратқа сенбейді. Ерте замандағы дәстүр бойынша кісі есімінің тегіне туған жерінің атауы қосылатын. Яғни ұлы ойшыл Фараб қаласында туған. Ал отырардың ежелгі атауы Фараб болатын. Ол Қанышқа келіп, Фараби жайлы зерттеу жүргізуге рұқсат сұрайды. Осылайша Қазақстандағы Фараби танудың алғашқы іргетасы қаланады. Хрущевтің тұсындағы жылымық кезеңді пайдаланып, Ақжан Лондон, Каир, Париж, Берлин, Лиссабон, Бейрут тәрізді қалалардың ірі кітапханаларына хат жазып, Әл-Фарабидің мұраларын жинастырады. Сөйтіп жүргенде Мағжанның Түркістан поэмасынан түріктің кім кеміткен музыкасын, Фараби 9 шекті домбырасын, шерткенде 99 түрлендіріп, жұбанып кім тимасын көздің жасын деген шумақтарға кезігеді. Демек, алаш арыстары Фарабиді білген. Осы ізбен қуалағанда Ғалия медресесіне тіреледі. Себебі 1910 жылы Бейімбет Майлин мен Мағжан Жұмабаев Ғалия медресесінде оқып жүргенде Садақ деген журнал шығарған еді. Егер Мағжан Фарабиден хабары болса, оны Ғалия медресесінің кітапханасынан оқуы мүмкін деп топшылайды. Айтқандай, Уфадан Фарабидің 3 кітабын тауып алады. Қаныш 1960 жылы 15 қарашада неміс ғалымы Брунелланың Әл-Фараби бойынша мемлекеттік басқару деген кітабын сұратып, неміс академиясына хат жолдайды. Философияға кірісер алдында не керек деген кітабын таптырып, оны аударуға тапсырма береді. Оны араб тілінен аудару үшін Мәскеуден Григорян мен Ташкеннен Хайруллаев деген 2 шығыстанушыны шақыртады. Оларға Қазақстаннан Сәдуақас Ғылмани мен Ағын Қасымжанов қосылып, кітапты шұғыл аударуға кіріседі. Фарабидің мұрасын жинақтауға бақандай 20 жыл уақыт кетеді. Оның астрономия, физика, математика жайлы еңбектерінің көшірмесін Анкара мен Канададан табады. Музыка өнеріне қатысты бір кітабының көшірмесін Парижден алдырады. Чехословакияның Братислава кітапханасынан логикаға байланысты 8 кітабын әкелдіреді. Қаныш дүние салардың алдында Ақжанға Фарабиді зерттеу институтын ашу жайлы келісім хат жазып береді. Бірақ Қаныш дүние салған соң, орталық комитеттің академияға жасаған шабуылы кезінде бұл мәселеге қарауға мұрша болмайды. Кейін осы бір хаттың негізінде Ақжан атамыз академияның келесі бір президенті Шахмардан Есеновке кіріп, Қаныштың аманат хатын көрсетеді. Онда мен Машановтың пікірі мен ұсыныстарына толық қосыламын деп қиғаштама қол қойыпты. Осылайша 1967 жылдың күзінде академияда президиум мәжілісі ұйымдастырылып, онда Фараби бөлімін ашу жайлы мәселе қаралады. Бірақ бұл тақырып оп-оңай қарала салмайды. Себебі бізді адам қылған орыс келгенге дейін біз қара танымай малдың соңында салпаңдап жүргенбіз. Сол үшін орыс халқына мәңгі бақи қарыздармыз деген пропаганданың уымының әрбір клеткасына шейін сіңіп қалған советтік мәңгүрттер мұндай тақырыпты жаратпайтын. Мүмкін болса етектен тартып, тірсектен шайнауға дайын тұрады. Сол үшін де жиынға Сәбит сияқты ауыр салмақта күресетін танымал тұлғаны қосымша күш ретінде шақыртқан. Себебі Сәбит ұлтшылдық мәселесінде Қаныш пен Мұхтардан кейінгі өте ықпалды жазушы. Алматыдағы қазақ мектебінің жабылып, орыс мектебінің молынан ашылуына да қарсы болып, майдан ашып жүрген. Алғаш қазақ бақшасын да аштырған осы Сәбит еді. Рахманқұл Бердібай мынадай естелік айтады. Мәжіліске 1-2 күн қалғанда Ауданбек Көбісов маған бүйтеді. Жиналысқа Сәбит Мұхановты шақырайық. Аузы дуалы кісі ғой. Фараби тану бөлімін ашуды қолдап сөйлесе, таразы басы біз жаққа қарай ауады. Сіз Сәбеңді жиналысқа қалай да әкеліңіз деп өтініш айтты. Мен Сәбит ағаның үйіне бардым. Сәбе, Фараби жайлы академияны талқылау өтейін деп жатыр. Сөздің ашығы, соған сіздің беделіңіз керек болып тұр. Бір ауыз пікір білдірсеңіз жетіп жатыр. Бұл бүкіл жас ғалымдардың тілегі дедім. Сәбең келісті. Ертесі алып денесімен алшаң басып мәжіліс залына кіріп келді. Даңқты жазушының мысы қарсы тарапқа бірден әсер етті. Сәбитке қарсы сөйлеп, онымен ұстасудан ешкім абырой таппайтын.
Осылайша сәбең миссиясын адал атқарып шықты. Біз дегенімізге жеттік. Жеңіске жылдам жетуге Қаныштың Машаниге берген хаты септесті дейді. Осыдан соң академияда Фарабиді зерттейтін ғалымдар тобы жасақталады. Арнайы бөлім құрылды. Оған араб, түркі, парсы тілін білетін мамандар іріктелді. Қаржысы да бөлінді. 1970 жылы Есенов СССР ғылым академиясына хат жазып, Фарабидің 1100 жылдық мерейтойын ЮНЕСКО көлемінде тойлауға рұқсат алады. 5 жылдан соң халықаралық деңгейде ұлы ғұламаның туған күні аталып өтеді. Фарабидің түркі жұртынан шыққан ғалым екені, Отырарда туғаны, көне Отырар шаһарының Қазақстан жерінде екені әлемге әйгіленеді. Бір қызығы, Фарабиді зерттеу бөлімін ашқан, оған қаржы бөлген, мерейтойын ұйымдастыруға аянбай еңбек сіңірген Есенов тойға қатыстырылмады. Оған тосқауыл қойған Алматыдағы орталық комитет. Оның себебін кейін тарқатамыз. Қымбатты тыңдарман, Қаныш және ғылыми майдан кітабының аудио жазбасының жалғасын тыңдау үшін менің каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басып қойыңыз.